Өз бақытыңды жасап ал. Ақылды адам шығынын кіріске айналдырады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Меккеден қуылды, бірақ ол Мәдинаға көшіп келіп, ұлы ислам өлкесін құрды. Ол жаратқанның жарылқауымен жамандықты жақсылыққа айналдырды. Талай кісілер бәлеге, кесел-кесапатқа және ауыр сынаққа тап болғаннан кейін барып, дүниеге ұлы және маңызды нәрселерді әкелді. Сондай сынақтардан кейін көптеген оқымыстылардың ұлы еңбектері басталған. Сынақтар көптеген ақындар үшін ең таңдаулы туындыларды тудырған, шабыттардың бастауы болып қалған. Ұлы жазушылардың бәрі дерлік тірлікте ауыртпалық тартқан. Жақсы бір кеңеске құлақ сал. Саған лимон сыйласа, оған қант пен су қосып қойсаң, ең жақсы сусын бола қалады. Сен қандай сынақтарға тап болсаң да, оны жақсылыққа айналдыруға әрекет жасап көр. Ол үшін өзіңнің ақылыңды, шыдамдылығыңды және сабырлылығыңды қолдан. Раушан гүлдің сабағы өткір тікенектермен қапталған, бірақ сенің жанарың гүлдің сабағын бойлай жоғарласа, ең керемет жұпар иісті көз жауын алған гүлді көреді. Алла тағала былай дейді: қайдан білесіңдер, бәлкім ұнатпаған нәрселерің түбінде өздерің үшін қайырлы болар. Сондай-ақ ұнатқан нәрселеріңнің түбінде өздерің үшін зиянды болуы бек мүмкін. Ақиқатын Алла біледі, сендер білмейсіңдер. Бақара сүресі 216 аят. Иманды кісі әрбір бақытсыздықты жақсылыққа айналдырып алуы мүмкін. Бұл күмән келтірмейтін шындық. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: иманды кісінің жағдайы қандай таңғаларлық. Әлбетте, әрбір жағдай ол үшін жақсылық болып есептеледі, және бұл иманды кісіден басқа ешкімге берілген емес. Егер бір нәрсе оны қуантқан болса, ол Аллаға шүкір қылады, және бұл ол үшін жақсылық болады. Егер ол қайғыға душар болатын болса, ол сабырлылық танытады, және бұл да ол үшін жақсылыққа айнала қалады.